Сәлеметсіздер ме? Есептеу техникасы және программалық қамтамасыздандыру мамандығына алгоритмдеу және программалау негіздері пәнінен бүгінгі өтілетін сабақтың тақырыбы Паскаль тілінде бүтін және нақты сандарды пайдаланып программа құру. Сабақтың мақсаты теориялық алған білімді практикада қолдана білу, есеп шығару алгоритмін меңгеру, тапсырмаға сәйкес программа құра білуге үйрету. Бүгінгі сабақта Паскаль тілінде Керон формуласын пайдаланып үшбұрыштың ауданын табатын программа жазып үйренеміз. Ол үшін алдымен есептің алгоритмін және блок схемасын құрып алайық. Яғни, алгоритм дегеніміз не? Алгоритм дегеніміз іс-әрекеттің рет-ретімен орындалуы. Кез келген есепті қарапайым амалды тізбекке орындау арқылы шығаруға болады. Алгоритмді компьютерде орындау үшін оны программа түрінде жазып шығу керек. Программа компьютерге түсінікті командалардан тұрады. Осы командаларды тізбектеп орындау соңында есептің нәтижесі шығады. Берілген есептің алгоритмін құратын болсақ, Керон формуласы қабырғасы кез келген өлшемдегі үшбұрыштың ауданын табуға арналған. Алдымен жарты периметрін есептеп аламыз. Осы периметрді пайдаланып үшбұрыштың ауданын табамыз. Осы алгоритмнің графиктік түрде кескінделуін, яғни блок схемасын қарастырайық. Алгоритмнің графиктік түрде кескінделуі кең таралған әдіс. Алгоритм схемасы, оның блок схемасы деп аталады. Алгоритм блоктарының ішінде орындалатын іс-әрекеттің мазмұны жазылады. Блок схемада пайдаланатын фигуралар оның блоктары, ал оларды бір-бірімен қосатын сызықтар байланыс сызықтары деп аталады. Енді есебіміздің блок схемасын келесі түрде көрсетуге болады. Осы көрсетілген блок схеманы пайдаланып, берілген Керон формуласы арқылы үшбұрыштың ауданын Паскаль тілінде шығарудың программасын жазып қарастырайық. Паскаль тілінде үшбұрыштың ауданын Керон формуласымен табу программасын Паскаль тілінде жазайық. Ол үшін Паскаль программасын ашып аламыз және Паскаль тілінде программ сөзімен басталады. Программамызға ат береміз. Керон. Яғни осы программаның аты Керон, жолдың соңында үтір нүкте қойылады. Әр жолдың соңында үтір нүкте қойып отырамыз. Және келесі оператор var, яғни айнымалыларды сипаттау операторы. Бұл айнымалыларды сипаттау операторына бізге берілген үшбұрыштың үш қабырғасын жазамыз. Яғни А қабырғасы, В қабырғасы және С қабырғасы. Бұлар бізде бүтін сандар болады. Яғни бүтін сан Паскаль тілінде интеджер деп жазылады. Және бізде үшбұрыштың периметрін, жарты периметрін табуымыз керек және ауданды табуымыз керек. Бұлар бізде нақты сандар, яғни нақты сан Паскаль тілінде real деп жазылады. Әр жолдың соңында үтір нүкте қойып отырамыз. Енді программаның негізгі бөлімі begin командасымен басталып, end командасымен аяқталады. Яғни begin end. Осы begin end командаларының арасында біз өзімізге қажетті барлық іс-әрекеттерді орындаймыз. Яғни программаның алгоритмді осы жерге жазамыз. Бірінші біз А, Б, С қабырғаларының мәндерін енгізіп алуымыз керек. Ол мәндерді енгізу, яғни жазу командасы write арқылы орындалады. Write командасын жазамыз. Жақшаның ішіне бізге қажетті А, Б, С қабырғаларының мәндерін енгіз деп жазсақ болады. Бұл жерде екі апострофтың ішіне алынғандықтан ол комментарий түрінде, оны қай тілде болса да жазсақ болады. Енді осы жазылған А, Б, С мәндерін енгіземіз. Сол енгізілген мәндерді оқу бізде readline командасымен орындалады. Яғни readline жақшаның ішінде А, В, С қабырғалары. Біз қабырғалардың мәндерін бәрін енгізіп алдық. Енді бізде негізгі үшбұрыштың ауданын есептеу үшін жарты периметр табуымыз керек. Яғни жарты периметрдің формуласын енгіземіз. Ол бізде үшбұрыштың үш қабырғасының қосындысы, яғни А қосылған В қосылған С қабырғаларының
қосындысын бөлеміз 2-ге. Яғни бұл бізде жарты периметр. Енді ауданның формуласын табамыз. Яғни қос нүкте және тең. Яғни бұл меншіктеу операторы. Бұл жерде бізде формулада түбірасты берілген. Түбірасты Паскаль тілінде SQRT командасымен жазылады. Яғни SQRT командасы жақшаның ішіне формуланы жазамыз. Периметр көбейтілген, жақшаның ішінде периметр азайтылған А қабырғасының мәні, жақшаны жабамыз, көбейтілген, жақша қайтадан ашамыз, көбейтілген, ашамыз, яғни жақшаның ішінде екінші периметр көбейтілген Б қабырғасының мәні, үшінші жақшаның ішінде периметр азайтылған С қабырғасының мәні. Осыларды көбейтіп бөлеміз. Ауданның формуласын жазып алдық. Енді қайтадан бізге экранға осы орындалған периметр мен ауданның мәнін шығаруымыз қажет. Ол үшін Python командасын пайдаланамыз. Яғни Python жақшаның ішінде апострофтың ішінде мысалға аудан тең болады апостроф үтір S-қа. Осымен біздің программамыз, яғни ауданды есептеп таптық. Енді программаны сақтап аламыз. Ол үшін файл сохранить как сақтап аламыз. Және программаны орындаймыз. F9 командасы клавишасы арқылы орындасақ болады, немесе осы программаға кіріп выполнить дегенді бассақ болады, немесе экрандағы жасыл стрелканы басамыз. Яғни бізде мінекей жасыл стрелканы басқан кезде қызылмен жазып қате көрсетеді. Яғни қате астыңғы жағында қандай қате екендігі көрсетеді. Яғни бізде var командасы қатемен жазды. Яғни var a деп тұр. Яғни var бөлек жазылу керек. A вс интежерден. Яғни бір жер түзедік. Қайтадан тексереміз. Мінекей интежер дегенде қате болып тұр. Яғни бұл жерде интежер сөзінен кейін қос нүкте емес, үтір нүкте қойылу керек. Келесі тағы тексереміз. Периметр және S-тен кейін real болу керек. Одан кейін тағы да қос нүкте емес, үтір нүкте қойылу керек. Және мінерде тағы да бізде теңнен кейін дейді. Теңдіктің алдында үтір нүкте қойылмайды дейді. Яғни бұл жерде меншіктеу операторы керісінше қос нүкте қойылу керек болады. Және тағы тексеріп көреміз. Значит, бізде алдыңғы жағында мына жерде үтір нүкте қойылу керек. Қос нүкте қойылып кеткен, үтір нүкте қойылу керек. Бұл жерде интежер деген белгісіз оператор. Интежер, яғни и әріп қалып қалған интежер. Осылай қателерді тексереміз. Программамыз дұрыс. Астыңғы жағына ABS қабырғаларының мәндерін енгізеді. Енді біз ABS қабырғаларының мәндеріне бүтін сандар береміз. Мысалға қабырғасына 5, Б қабырғасына 6, С қабырғасына 4 деп беретін болсақ, бізге ауданды есептеп берді. Енді бізге ауданды есептеп берді. Және біз программамыздың ішіне периметр, жарты периметрдің де мәнін шығарғымыз келсе, write-ын программаға барып, қайтадан write-ын периметр бөлінген 2-ге тең болады. Апостроф үтір баға деп беретін болсақ, қайтадан есептеп көреміз. Яғни программамыз дұрыс. Қайтадан А мәніне 5-ті, баға 8, С-ға 7 деген мән беретін болсақ, бізде ауданы 17,32, периметрі 10 деп нәтижесін шығарып берді. Осы программаны скриндап, дайын болған программамызды экранда скриндап, print screen кнопкалары арқылы және бізге есеп
беруге даярлап алсақ болады. Ол үшін Word-ты ашып, ол жерде практикалық жұмыс, Керон формуласы мен үшбұрыштың ауданын тап, және Керон формуласын, шарты периметрдің формуласын жазып қоямыз, және скриндап алған материалымызды қоямыз, және оны кесу арқылы дұрыстап баспаға шығарып қорғасақ болады. Яғни біздің бүгінгі сабақта жасаған жұмысымыздың нәтижесін осылай көрсетуге болады. Яғни мінекей біздің Паскаль тілінде бұдан да басқа программаларды жазып есептеуге болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.